Қайырлы күн достар. Дастарханымыздың сәнін келтіретін түрік наны семитті дайындап үйренеміз. Ол үшін алдымен 250 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне 15 грамм зәйтүн майы мен жарты қасық тұз қосамыз. Одан кейін кесеге жылы су құйып алып, үстіне дрожж және қантты қосып араластырамыз. Осы қоспамызды ұнның үстіне құямыз. Қамырымызды жұмсақ қып илейміз және ең соңында маймен немесе жылы сумен бастыруға болады. Және жылы жерге 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сонда ол көтеріледі. Енді табаға кунжутты салып, араластырып қызарғанша қуырып аламыз. Енді сироп жасаймыз. Ол үшін бір қасық балды сумен араластырып қыздырып аламыз. Енді одан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін қолымызға сұйық май жағып, қамырымызды кішкентай 5 бөлікке бөлеміз. Және оларды осылайша әрқайсысын домалатып, кішкене 10 минутқа бетін жауып қоя тұру керек. Сонда олар тағы да кішкене көтеріледі. Көтерілген жұмсақ қамырымызды осылайша ұзартып, қолымызбен жаямыз да өре бастаймыз. Семит булочкалардың формасы осылай шығады. Оралған семиттерді осылайша әсемдейміз да 20 минут 170 градустық температурада пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер.